ұқсайды ғой. Жаңағы байсалдылығы, сабырлығы, сөйлегені. Айдана ұрса алмайды, мүлдем ұрса алмайды. Андай бір болады қыздар истерика шығарып қырылып кетеді. Айдана вообще ондай емес. Айдана андай қызық баласылады болды. Мен мамам да тура сондай ше. Менің анашым тура сондай. Ол кісі андай айғайлап ұрысқанға жақын емес, ақылмен барлығын бүйтіп шешкенге жақсы адам да сондай. Сабырлы, байсалды сондай кісі ше. Айдананың да мінезі прям қатты ұқсайды. Мен ойлаймын, сол нәрселерге бүйтіп басым ауып кетті ма деп қаламын иногда. Иә, анаңызға ұқсатып бәлкім. Содан кейін де ұнатып қалған шығарсыз. Мен айта кетейінші, жалпы мына жерге менің туған інім келді ғой. Мен інім екеуміз негізі бір жалғыз інім ғана бар. Бірақ екеуміз ит пен мысық сияқты кішкене бір-бірімізді ұнатпаймыз. Оның екеуміз сәл сөйлессек ұрысып қалатынымыз бар да. Ал Аянның көп мінезі сол ініме Думанға ұқсайды да. И үйдегілер таң қалып жатыр, сен қалай, мен айтатынмын ғой, Думан сияқты жігіттен Құдай сақтасын, осындай мінезі бар жігіттен деп өзім айтатынмын да. Бірақ қазір сырт көзбен қарап отырсам, үйдегілер де айтады да, Думанға ұқсайды деп. Соған өзім таң қалып жатырмын, кейде ұрысып қалатын да, содан ба деп ойлаймын бар ғой. Бәлкім шынымен де енді кім қалай айтса да айтады ғой, көп жағдайда бәрібір де адам өзінің түп санасында өзінің отбасына ұқсайтын, ағасына, әкесіне, анасына ұқсайтын адамдарды жиі таңдайды деп, бәлкім сіздерде де солай шығар. Абылайхан жаңадан бері сөз сұрап отыр, айта қойыңыз. Сол ғой, өтіп кетті. Жаңа қамқорлықты контрольмен андай бір немен шатастырады қыздаршы, ер адамнан бір көбірек қамқор жасап кетсе, ол да бір дұрыс емес деген сияқты. Ешнәрсе жақпайды да қыз баласына негізінде. Содан кейін мен Аяннан сұрағым келеді негізінде. Аян, сен үйленгеннен кейін, мысалы, үйленсең, Алла бұйырса, қанша бала шағаң болған қалайсың? Мысалға, Бірінші қара Абылай, бірінші үйленуді Аллах нәсіп етсін. Одан кейін Аллах нәсіп еткен бала шаға болады деп ойлаймын. енді жоқ, шамамен өзің. Шамамен де айта алмаймын мен, тек Аллах нәсіп еткен. Мысалы, мен оны не үшін сұрап отырмын балсаған. Мысалға бағана айтып жатыр ғой, жаңағындай қыз балалардың мынандай сөзде бар да, 40-қа кейін жігіт қыз алады, 40-та қыз кім алады деген сияқты сөзде бар. Просто бағана көп артық әңгіме айтып жатыр да, жалпы негізі қыздардың жалпы Абылайға қоясызшы. Абылайға сөз бермей-ақ маған бере сал керек. Иә, Аян. Жандос, көп рахмет. Иә, бүгін Айдана таңертең ертерек жұмыстарымен жүрдік, кішкене көңіл күй болмай, нервничать сөйтіп жүрдік, кішкене көңіл күй көтеріліп күліп қалсыншы деп едім. Жақсы, жарайсыз, өте әдемі, букет. Негізі байқағанымызша енді жұптық арақатынас жалғасады. Әлі де сөйлесіп жатсыздар, түсінісіп жатсыздар. Иә, әрине жалғасады. Жақсы, сіздерден жақсы, әдемі кездесулер күтеміз, жайғаса қойыңыздар.